Мынаның не екенін білесіз бе? 2018 жылы Дарын екеуміз Дарынның туысқандарын шақырып Крисмас мерекесін өткіздік. Сол шарада Дарын айтты, Қазақстаннан асыға келіп, мен туысқандарыма қазақтың ұлттық ойынын үйретейік деді. Бұл асықтарды мен Атыраудан сатып алып, бәрін тазалап, жуып, сырлап, әкеліп осы Дарынның туысқандарына Қанталапай ойынын үйреттім. Өте керемет кеш болды. Барлығы қырылып, жойылып, Қанталапай ойын ойнап үйренді. Сол шарадан кейін енем мына асықтар әдемі екен, маған ұнады, мен үйіме алып қалайыншы деп алып қалды. Міне содан бері енемнің үйінде тұр. Кей кезде ішіміз пысқанда, төртеуміздің басымыз қосылып қалған кезде міндетті түрде Қанталапай немесе тағы басқа асық ойындарын ойнаймыз. Ал сіздер асық ойнайсыздар ма? Достарыңызбен, туысқандарыңызбен жиналғанда ойнауға келетін бір жақсы ойындар бар ма? Комментке жазып, бөлісіп отырыңыздар.